Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Өткен хабарымыздан өздеріңізге таныс демекші, өңіріміздің өрелі жүйріктерінің бірі Роза Айдарбаева ханымды тағы да алдарыңызға алып келіп отырмыз ағайын. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының құрметті профессоры болумен қатар, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері деп өткен хабарымызда да айтып кеткенбіз. Осы өткен күздің аяқ салымында, өткен күздің аяқ жағында Құрманғазы оркестрінің сүйемелдеуімен осы орекеңнің үлкен концерт өткен болатынды. Сол концертте өз алдына бір жанрға айналып кеткен күйлердің төресі, ары жағы тонау Байжұмадан бастау алатын Байжұма жанр сияқты болып кеткен бір күйдің циклы осы Байжұмаларға тоқталып кеткен болатынбызды. Сондықтан да құрметті көрермендер уақытты әңгімеге бере бермей, осы орекеңнің орындауында бірінші сол Байжұманың күйі Жаппас Байжұманы қабыл алыңыздар. Жалпы көкірек көздің ашықтығы мен сана саңылауының байлығын бақпен ырыс сабалап бай десе жұма деп сәттілік сәтін баяндайтын балама деп түсінген саңлақ сазгерлердің сан түрлі Байжұма күйлері баршылық деп өзіңіз айтқандай. Енді осы әрбір мерекеміз осыдан 10 шақты жыл бұрын мереке деген күймен бастау алатынды. Сол мерекенің авторы Сейілхан Құсайынов дейтін ағамыздың жастар Байжұмасы деп тартқаны бар еді, осыны тартып қараңызшы.
Ал енді осы жаңа мерекелі сәттеріміздің алдында мерекеден бастайтын болсақ деп көбінесе көңіл ашарман деп бастап жүреміз. Өткен хабарымызда уәде беріп кеткендей түркештің кәдімгі көңіл ашар сияқты көркем күй туғызған түркештің де байжұмасын тартып беріңізші. Роза Тайманқызы дегім келеді енді сізді. Шын мәніне келгенде осы виртуоздықтың, яғни шеберліктің шыңын, шамасын көрсететін осы байжұма дәстүрінің былай қарағанда Дәулеткерейде айналып өтпегені белгілі ғой. Осы Дәулеткерейдің байжұмасы бар ма? Бар ғой.
Тіпті алғыстың таппай қалдым сізге айтатын. Құрметті көрермендер, өздерің көріп отырғандай, Байжұма дейтін тіпті жанр болып кете жаздап жүрген дүние, сондықтан да Байжұма деп күй шығарған осы сазгерлеріміздің көбі бағана айтып кеттік. Бай деп бақ пенен дәулетті айтатын болсақ, жұма деп сәт пен сәттілікті айтады екенбіз. Сондықтан да жаңа жаппас Байжұма, жастар Байжұмасы деп айтып жатырмыз. Кешегі марқұм Қаршыға Ахмедияров та өте көңілі біткен болар. Анау шетелге жіберіп, бүйрегін ауыстыртып әкелген Имашқа, Иманғалиға Тасмағамбетовке бүйрегі бұрып, өте риза болып, Имаш Байжұма деп, оған бақ пенен сәттілік тілей отырып шығарған Байжұмасы бар екен. Имаш Байжұманы қабыл алыңыздар. рахмет Реке. Өткен хабарымызда айтып кеткен. О, Реке Маңғыстаудың Динасы.
өрелкөңе өнеріңді сыйлашы деп бастап едік ол хабарымызды, алдыңғы хабарымызды ардақты ағайын. Сол айтпақшы, аты аңызға айналған күй анасы аталған абыз ана Динаның да бұл Байжұмадан шет қалуы мүмкін емес қой. Сол Дина анамыздың күйін тартып жіберсеңіз, Байжұмасын. Рахмет Реке, жалпы осы жанрға айналып бара жатқан Байжұма күйлері дейтін болсақ, жанр дегеніміздің өзі жыр, терме, күй деген сияқты болмаса, шертпе, ақпа, төкпе деген сияқты бір жанр өз алдына 60 түрлі ақжелең дейтін болатын болсақ, Байжұмада солай. Одан енді шынменіне келгенде болмасын салтың талау әнің ғайып, есен бол, есіл нарын жаным жайық, 300-дің ақ төріне күй дарытқан, өлмейді Құрманғазы Сағырбаев дей отырып, сол Құрманғазының да құралақан қалуы мүмкін емес. 20 жыл бойы концертмейстер болған филармонияның кәдімгі әртісі, Қазақстанға еңбек сіңірген әртісі осы Розаның орындауында Құрманғазының Байжұмасын қабыл алыңыздар.